Бауыр ағза ретінде де, адам ретінде де өте қадірлі. Екеуіне де өте жақсы қарауымыз керек. Бауыр адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды мүше. Бауыр біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Бауырдың саулығы бет бейнеміздің айнасы. Бауырыңыз сау болса, басқа ағзаларыңыз үшін қам жемесеңіз де болады. Құрметті оқырман, біздің арнамызда 86% тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Егер бауыр шылаққа толса, май басады, цирроз пайда болады, әлсіздік беледі, бой күйзеліске бой алдырасыз. Сонымен қоса семіздік мазалайды, тері сұлулығын жоғалтады, көзіңіз қарауытады. Сондықтан да бауырдың саулығын сақтап, дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды түрлі әдіспен жуып тазартуға болады. Ал біз қарапайым сусындармен жуу әдісін ұсынамыз. Біріншісі сәбіз шырыны. Тамаша таңдау. Кәдімгі үйдегі сәбіз. Сәбізді шекеде жесеңіз де, шекі сәбіздің шырынын дайындап, ішсеңіз де көмегі орасан. Егер сіз сәбіз шырынына саумалдық шырынын араластырып ішсеңіз, бауырыңызды жаңа қалпына келтіре аласыз. Сәбіздің құрамындағы флавоноид пен бета-каротин және А дәрумені сіздің ағзаңызға, әсіресе бауырға өте пайдалы. Екіншісі көктен дайындалған сусын. Бұл көктерге қырқабат, саумалдық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақжелкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады. Бауырды тазалайды, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтайды. Екіншісі көк шай. Үйдегі өзіміздің кәдімгі көк шайымыз. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырғыңыз келсе, алысқа көз тікпеңіз. Ас үйіңіздегі көк шай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындайды. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ертеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қансыз көк шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусыннан үзілді-кесілді бас тартыңыз. Үшіншісі куркума шайы. Куркума ас үйден орын алатын дәмдеуіш. Сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын қолжетімді дәрі. Таза, тегіс, жаңа жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазартыңыз. Ол үшін куркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі қарапайым. 1 шай қасық ұнтақты 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай баяу отта қайнатасыз. Оған аздап лимон шырыны мен шымшым қарабұрыш араластырып ішуіңіз керек. Үшіншісі цитрусты жеміс шырыны. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, грейпфрут, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзіріңізден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіздің үйде арнайы аппараттың көмегімен ұнатқан жемісіңіздің шырынын дайындаңыз. Ең тиімдісі әрі пайдалысы лимон шырыны екенін ескеріңіз. Одан соң қызыл шырыны, яғни қызылша шырыны. Қызылша бауырдың айнымас досы десек артық айтпаймыз. Ол қан айналамын жақсартады. Сонымен қоса қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысын жеңілдетіп, артық шлактан арылтасыздар. Егер қызылша шырынын сәбіз, лимон, зімбір, базилик немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы саулығыңызды жақсарта аласыз. Есіңізде болсын, ұсынылған сусындарды күніне 3 рет 200 граммнан ішесіз. Емді 1 ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынын, банан, авокадо, сұлы және гүлді қырыққабатты көбірек жеңіз. Құрметті оқырман, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қойыңыз сұраймын. Ем болсын.